қазақ тілі әртүрлі этнос өкілдерінің бір шаңырақ астында нығайтатын, біріктіретін достық пен келісім тілі. Сәлеметсіз бе? Мен тілдерді оқыту және дамыту орталығының әдіскері Сатпаева Бақтыгүл Сейсенбайқызы қазақ тілі этносаралық келісім алтын көпірі тақырыбында сізбен кішкене сұхбат алуға келдім. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы, өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Маматкулова Наргиза Исаевна, ұлттың өзбечкамын. Осы 16-шы колледждегі мұғаліммін. Орыс тіл пәнінен сабақ беремін. Наргиза апай, сізге қояр сұрағым, қазақ тілін қашан және қалай үйрендіңіз? Негізінде мен мектепті орыс тілде оқығанмын. Сосын ары қарай оқуды да орыс тілде бітіргенбіз. Оқуды бітіргеннен кейін мен Алматыда көп уақыт жүргенмін. Алматыда өздеріңіз білесіздер, көбінесе орыс тілді пайдаланады. Сондықтан мен ол жақта көбінесе орыс тілді пайдаланатын едім. Сосын 2008 жылы мен тұрмысқа шығамын осы Шардара қаласына, қазақ отбасына. Содан бастап мен қазақ тілді меңгердім. Бала-шағам мектепке барады, қазақ кластарға жіберемін. Сондықтан ата-енем қазақ болады, қазақ тілінде сөйлесеміз үйде. Көбінесе емес, постоянно қазақ тілді қолданамыз. Сондықтан қазақ тілді үйрену, меңгеру ол уже міндетім, парызым болды. Сондықтан қазірде жұмыс барысында көбінесе қазақ тілді қолданамыз біз. Наргиза апай, енді бір келіндік өміріңізде қазақ халқына, қазақ әулетіне келін болғандықтан бір қызықты әсеріңізбен бөлісе аласыз ба, отбасылық әсеріңізбен? Я бөлісе аламын. Бірінші жылдар өте қиын болған маған. Көп нәрсені түсінбейтін едім. Көп нәрсеге, мысалы, айтып жатқан нәрселерді түсінбегеннен кейін, я дейтін едім, бірақтан оны бір грамм түсінбегеннен кейін күйеуіме барып сұрайтын едім, не айтып жатыр, маған не деген дейді. Бір күні енем менен сұраған андай жуынды әперші деген да. Сол кезде мен вообще түсінбегенмін, жуынды деген не ол? Күйеуімнен барып сұрағам, жуынды деген не ол вообще? Менен сұрап жатыр, жуынды әперші деп жатқанында, ол айтқан осындай қабықтар, помой дегендей, соны алып беруің керексің. Сосын бір история болған, тұрмысқа шыққаннан кейін ұзақ уақыт өтпей енемнің туылған күні болады. Бұл жерге үлкен адамдар келеді, үлкен кісілер келеді. Сол кезде мен күйеуім ең кішкентай болғандықтан бізге сөз береді ең соңғыда. Сол кезде үлкен кісілер барлық назар маған аударылады. Қарап тұрған кезінде мен окончание дұрыс айтпайды екенмін. Артында күйеуім тұрады, қайта түртеді. Сіздерді деп орнына, сізді деп орнына, сізді деп айтамын. Сендерді деп айтамын да. Сол кезде ол түртіп қояды. Сіздерді дейді. Сол кезде мен ренжіп шығып кетемін да. Не үшін мен түрте бересің, мен айтып жатқан кезімде деймін да. Сондай бір көп нелер болған, бірақтан қазір ойлаймын, оның барлығы өтіп кетті. Қазір қазақ тілді қалай десем екен, жақсы білетін сияқтымын. Наргиза ханым, сіз қазақ отбасына келін болғаныңыз ба, мақтанасыз ба, қуана айта аласыз ба? Я қуана айта аламын, мақтанамын оны мен. Даже бір грамм өкінбеймін де. Себебі ата-енем өте жақсы адам, жұбайым өте жақсы адам.
бала шағама келешекте қиын болмайтын сияқты маған, менімше. Наргиза ханым, сізге мың алғыс. Мына қазақ ұлтына, басқа ұлттың өкілі бола тұра қазақ ұлтына келіп, оның салт дәстүріне, оның ары қарай келіндік өміріне сіңіс кету қазір екі бірінің қолынан келмейді. Сол үшін сізге мың алғыс айтқым келеді. Рахмет. Саламатсыздар ма? Менің есімім Якубов Осман Абдидмитрович, номер 16 колледждің математика пәні мұғалімімін. Түрік ұлтының өкілімін. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Енді назарымызды Осман ағайға аударайық. Осман ағай, сізге қояр сұрағым, қазақ тілін дамыту үшін қандай ұсыныстар айтар едіңіз? Өзіңізді беделді тұлға маңызды стратегиялық сұрақ. Оны мен мысалы тек Ақтау мен Ақтөбеде ғана болған жоқпын, қазан бүкіл қалаларда болдым. Шардараға енді Шардараға қатысты емес деп ойлаймын. Бүкіл өйткені бәр жерде 100% қазақша сөйлеу жақсы. Енді дамыту үшін мектептер болсын, басқа мекемелер болсын, бүкіл бәріне жарыстар ұйымдастыру керек, міндетті түрде оқытқызып, соны жарыс өткізіп, конкурстар сияқты бір нәрселер өткізіп, кітап оқытқызып, сондай көбірек сол қазақша киноларды, акцияларын қойып, сондай жағын ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Енді мен қазақ тілін жақсылап университеттеріне үйрендім, меңгердім. Өйткені оған дейін орыс тілінде оқыдым мектепте. Университетке барғанда қазақша түстім де, қазақша үйрендім. Сол кезде жақсылап үйреніп, одан кейін мұғалім болып, қазақша бәрін мұғалім болғаннан кейін уже тереңірек үйрену керек. Тереңірек бәрі кітаптарды, тарихты оқып, Қазақстанның бүкіл тарихыны, ақындарына бәрін танып, сөйлесіп жатқан кезде еркін түрде өз ойын айта алатындар уже сондай сезінемін. Рахаттанып күтеді. Болашақ жастарға қазақ тілін үйренуге қандай кеңес берер едіңіз? Негізінде қазақ тілі кішкентайынан бастап не алады ғой, меңгереді. Сондықтан бізге әдемі мультфильмдер керек деп ойлаймын. Себебі бала шаға мысалы кішкентайынан бастайды ғой, тілді меңгеру. Сол кезде біздің мультфильм аз болғаннан кейін олар тез көреді, уже қайталап көру уже оларға не болмайды ғой, интерес болмайды. Барлығын аударса қазақ тілге. Менде вообще таңғалғам, осы жерде басқа ұлт жоқ па? Только қазақтармен, только ауылдармен көйлектер ма деп таңғалғам сол кезде. Жоқ дейді, бұл жерде орыстар бар, но өте аз. Татар, неміс өте көп. Совсем аз ғой Осман ағай. Сұхбатымыз өте әсерлі болды, және өмірді түртіп алатын жағдайлар болды. Өзіміздің білген нәрсемізді түртіп алдым деп ойлаймын. Сізге рахмет деп айтамын. Қазақ ұлты бола тұра барып орысша сөйлейді, тағы басқа тілде сөйлегендері өте мен жүрегімді қанжылады. Сізге мың алғыс. Сізге жұмыстарыңызға творческий табыс тілеймін. Әрдайым жұмыстарыңыз жоғарылай берсін. Мемлекеттік тілімізді ұлықтап, мәртебесін көтеріп жатсыздар. Сізге мың алғыс. Шардара ауданы тілдерді оқыту және дамыту орталығынан сізге ерекше алғысымды білдіріп, осындай кішкене сый сияпатымды табыстайық. Рахмет. Рахмет Осман ағай. Сіз өзіңіз айтасыз. Осман ағайдың Сіздерге тілдерді оқыту және дамыту орталығына үлкен рахметімізді айтамыз сізге. Осындай шаралар көбірек өткізсе жақсы болады бұл мекемелерге. Жастарға да насихаттап, осындай әртүрлі конференциялар
өткізгеніңіз үшін сізге рахмет айтамыз. Келіп тұрған